Біз амалымызбен жәннатқа кірмейміз. Біз қазір, мысалы, мен қажы болдым деп ертең көкірек көтеруіміз дұрыс емес. Мен 5 уақыт намаз оқып жүрмін ғой деп міндетсінуіміз дұрыс емес. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Араларында ешқайсыларың амалдарыңмен жәннатқа кірмейсіңдер деді. Кірсеңдер тек қана Алланың мейірімімен кіресіңдер. Сахабалар сұрады: "Я Расулалла, тіпті сізде ме?" десе, "Иә, тіпті менде. Тек Алла мені мейірімінен бөледі" дейді. Алла мейіріміне бөлесе ғана біз жәннатқа кіреміз. Біздің амалымыз, біз жасаймыз амалды. Сахабалар сұрады: "Я Расулалла, фафимал амал, не үшін онда амал жасаймыз?" деді. Несіне амал жасаймыз? Пайғамбарымыз не деді? "Я'малу, амал жасаңдар. Куллун муяссару лима хулиқ." Әркім не үшін жаратылды? Жәннатқа жаратылса, жәннатқа жол жеңілдетіледі, тозаққа жаратылса, тозаққа жол жеңілдетіледі. Біз амалын жасаймыз, намазымызды оқимыз, Алланың парыздарын орындаймыз, кез келген жақсылықты орындаймыз. Бірақ Алланың алдында осы қабыл болып кетсе, біз сонымен жәннатқа кіреміз. Алланың алдында қабыл болып кетіп, сол нәрсе Аллаға ұнаса, біз жәннатқа кіреміз. Мен осыны білу керек енді. Алладан сондықтан не сұраймыз? Аллахумма раббана тақаббал минна иннака антас самиул алим. Я Раббым, қабыл етші бізден. Расында сен барлығын естушісің, әрі барлығын білушісің. Алла біледі бәрімізді. Жүрегімізде не бар екенін біледі. Біздің не айтып жүрген, қандай сөз айтып жүргеніміздің бәрін біледі. Сондықтан я Алла, біздің мынау істеген амалымызды көрдің ғой, біздің айтқан сөздерімізді естідің ғой, біздің осы қажылық бойы айтып жүрген дұғаларымызды естідің ғой, Алла, қабыл етші деу керек те Алладан. Сұрау керек сол нәрсені. Ең ұлық дұғалардың бірі осы.